Саламатсыздар, құрметті тараптар, ауыл өкілдері. Қазақстан Республикасының атынан үкім 2026 жылғы 9 қаңтар Талдықорған қаласы. Жетісу облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты құрамында төрағалық етуші судья Бақытов, Албосымовтың хатшылығымен мемлекеттік айыптаушы прокурор Билебеков, жәбірленуші Жуманова, қорғаушы Шариф, жәбірленуші өкілдері заңгерлер Қуандықова, Меримбаева, Мишелева, Молдахметов, сотталушы Жанболат, сотталушының қорғаушы адвокат Сарқытовтың қатысуларымен аудио-бейне жазба құралдарын қолдана отырып, ашық бас сот талқылауында қылмыстық істі қарап, ол бойынша Айбар Қайратұлы Жанболат 1992 жылы 9 желтоқсанда Жетісу облысында туған Қазақстан Республикасының азаматы, жоғары білімді, отбасылы, Жетісу облысы Ақсу ауданы Баласаз ауылы, Баласаз көшесі 17-ші үйде тұрғыны, Талдықорған қаласы Өтені ауылдық округі әкімшілігінде маман болып жұмыс істеген, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99 бабының 1 бөлігінде көзделген қылмысты жасады деп сотқа берілген істі қарап, сот үкім етті. Айбар Қайратұлы Жанболат Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99 бабының 1 бөлігінде көзделген қылмыстық құқық бұзушылық жасаған үшін кінәлі деп танылып, оған осы баптың негізінде 14 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалып, жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіздік мекемелерінде өтеу белгіленсін. Жанболатқа қолданылған күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы өзгеріссіз қалдырылсын. Жаза өтеу мерзімі үкім заңды күшіне енген күннен бастап есептелсін. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 62 бабының 3 бөлігі 2 тармағына сәйкес, Жанболаттың 2025 жылғы 22 маусымнан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейінгі күзетпен ұстау уақыты, оның орташа қауіпсіз мекемеден бас бостандығынан айыру түріндегі жаза өтеуінің 1 күн ішінде 1,5 күн есебімен жаза өтеу мерзіміне есептелсін. Жәбірленуші өкілі азаматтық талапкер Жуманованың моральдық зиянды өндіру туралы талап арызы ішінара қанағаттандырылсын. Сотталған Жанболаттан жәбірленушінің өкілі Жуманованың пайдасына 20 миллион теңге моральдық зиян, заң көмегін көрсетуге адвокат пен өкіліне жұмсалған 1 миллион 700 мың теңге шығындары және мемлекет пайдасына 1966 теңге салығы өндірілсін. Сотталған Жанболатқа үкімнің азаматтық талапты қанағаттандыру туралы бөлігін үкім заңды күшіне енген күннен өз еркімен орындауға 1 ай уақыт мерзім берілсін. Өз еркімен орындамаған жағдайда мәжбүрлі түрде өндірілетінін түсіндірсін. Жанболаттан Қазақстан Республикасының жәбірленушіге өтемақы қорына 117.960 теңге өндірілсін. Іс бойынша сараптамаларға жұмсалған 740.329 теңге іс шығындары сотталған Жанболаттан мемлекет кірісіне өндірілсін. Үкім заңды күшіне енген соң Жетісу облысы Ақсу аудандық полиция бөлімінің айғақ заттар сақтау камерасындағы айғақ заттарын жойылсын. Іс бойынша тергеу және жасырын тергеу әрекеттері нәтижелі белгіленген барлығы 11 дана және 1 дана флешка іс құжаттармен бірге сақталсын. Қазаға ұшыраған Жуманованан алынған Samsung маркалы ұялы телефоны өкілі Жумановаға қайтарылсын. Сотталған үкімнің көшірмесін алған күннен бастап 15 тәулік ішінде, ал сот отырысына қатысқандар үкім жария етілген күннен бастап белгіленген мерзім ішінде қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сот арқылы Жетісу облыстық сотының қылмыстық істер жөніндегі апелляциялық алқасына шағым немесе өтініш хат бере алады. Сонымен қатар аталған үкіммен бірге сот жекеше қаулы шығарды, яғни жекеше қаулымен сотталған Жанболатқа қатысты қылмыстық іс бойынша орын алған деректеріне Жетісу облысының денсаулық сақтау басқармасының басшылығы назар аударылсын. Қолданылған шаралар жөніндегі Жетісу облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандардың ауданаралық сотына 1 ай мерзім ішінде хабарлансын және жаңа белгіленген мерзім ішінде шағым және өтініш хат келтіре аласыздар. Түсінікті ғой? Енді сіздерге мына үкімнің мәнісін түсіндіріп берейін. Отырыңыздар. Яғни құрметті тараптар, сот аталған қылмыстық істі қарап, сотталған Жанболатты қылмыстық кодексінің 99 бабының 1 бөлігімен, яғни қасақана адам өлтіру дерегі бойынша үкім шығарды. Яғни кінәсі толықтай дәлелденді. Сотталған Жанболаттың кінәсі іс құжаттарымен, яғни өзінің
тергеу барысында және соттағы берген жауаптармен, іс бойынша өткізілген сараптама қорытындыларымен, жүргізілген жасырын тергеу әрекеттерінің нәтижелерімен және басқа да іс құжаттарымен толықтай дәлелденді. Сонымен қатар, жәбірленуші тараптардың өтініші бойынша және пайымдауы бойынша қазаға ұшыраған Айзат Жұманова қатысты атпен сүйреген және жүкті болған деген деректері өз дәлелін таппады. Ол бойынша өткізілген сараптама қорытындылары және осы сотта жауап берген сарапшылардың жауаптары дәлел болып отыр. Аталғанмен қатар, қорғау тарабының өтініштері бойынша сотталғанның іс әрекетінің қылмыстық кодексінің 99 бабының 2 бөлігімен саралауды сұраған, алайда мен сіздерге бұрында түсіндірдім. Білесіздер, заң үстемдігі қағидаттарын сақтай отырып, қылмыстық процестік кодексінің 340 бабының талаптарына сәйкес сотталушыға қатысты қандай баппен іс келіп түссе, сол көлемде ғана қарай алады. Яғни оның іс әрекетін өздігінен ауырлата алмайтындығын сіздерге тағы да түсіндіремін. Қорғау тарабы, яғни сотталушының өзі, сотталғанның өзі және оның қорғаушысы іс құжаттарының нәтижесі бойынша оның іс әрекетін қылмыстық кодексінің 106 бабының 3 бөлігіне қайта саралауды сұрады. Алайда қорғау тарабының бұл өтініш хаты қанағаттандырусыз қалдырылды. Яғни сотталғанның іс әрекеті, яғни қасақана адам өлтіру дерегі бойынша толықтай дәлелденген. Іс құжаттарына сәйкес сотталған Жанболат Жұмановаға көптеген жарақаттар келтіріп, оның негізгі жарақаттарының бірі бас сүйегі сынуы жарақаты оның өліміне әкеліп соқты. Сонымен қатар, білесіздер, өздеріңіз түсіндіргендей, қылмыстық кодексінің 99 бабының 1 бөлігіне сәйкес жаза 8 жылдан 15 жылға дейін ғана көзделген. Сот осы көлемде ғана сотталушыға жаза тағайындай алады. Бұл көлемнен аса алмайды. Осы себепті сотталғанның ауырлататын, яғни алкогольдік масан күйінде қылмыс жасауын ескере отырып, оның кінәсімен жазасын жеңілдететін мән-жайлардың жоқтығын басшылыққа алып, оған түпкілікті 14 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Бұл жаза сотталушының, яғни іс әрекетіне парапар деп сот есептейді. Сонымен қатар, аталған қылмыстық іс бойынша жәбірленуші тарап моральдық зиян ретінде 100 миллион теңге ақша соманы өндіруді сұрады. Сотталғанның материалдық жағдайын, оның жастығын және өзге де қылмыстық іс құжаттарындағы мән-жайларды ескере отырып, сот бұл талап тілекті ішінара қанағаттандырып, жәбірленушінің пайдасына 20 миллион теңгені өндіруді шешті. Сонымен қатар, бас сот талқылауында анықталған мән-жайларды білесіздер. Осыған байланысты сот жекеше қаулы шығарып, яғни облыстық аурухана қызметкерлеріне қатысты осы Жетісу облысы денсаулық сақтау басқармасына жекеше қаулы шығарды. Түсінікті ғой? Сұрақтарыңыз бар ма тағы да? Түсінбеген сұрақтарыңыз бар ма? Яғни сотталған Айбар Жанболат, сізге айтарым, енді осы қылмыстық іс бойынша сіздің кінәңіз толықтай дәлелденді. Сіз өзіңіздің іс әрекетіңізбен өзіңізге ғана емес, 3 жанұяға септігін тигіздіңіз. Өзіңіздің жанұяңыз бар, әке-шешеңіз және қазаға ұшыраған Айзаттың жанұясына 3 семьяның тағдырын боздыңыз. Сол себепті осы қылмыстық іс бойынша сіздің кінәңіз толық дәлелденуі себебімен сот сізге 14 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Түсінікті ме? Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ жоқ болса, сау болыңыздар, аман сау болыңыздар, сот мәжілісі жауап деп жарияланады.